Қайырлы күн, қымбатты әріптестер. Бүгінгі тәжірибе бөлісу мақсатындағы семинарға қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен өзіміздің жазған авторлық бағдарламамызды бөлісеміз. Бірінші бізде номері 144 мектептің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Асқарова Анар, Озакова Майгүл Тоқтасынна және Белесбаева Сандуғаш Дәулетовна, Аскарова Қания Қалеуханна, Ахметова Қания сіздермен өздерінің авторлық бағдарламаларының тәжірибесін бөліседі. Ақыл керек, білім таңдап оларға. Білім керек, жақсы іске қарауға деп Жүсіп Баласұғын айтқандай, бүгін біз өзіміздің жүргізген авторлық бағдарламамызды таныстырамыз. Келесі сөзді мен өзімнің әріптесім, өзімен бірге жазған Анар Теміржановнаға сөз беремін. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Біздің Алматы қаласы Алмалы ауданының қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімдеріміз. Біздің жазып отырған бағдарламамыз гимназиялық компоненттік элективтік курс, арнайы курсы. Яғни тілдік дағдыларды дамытуда мәтінмен жұмыс жүргізудің тиімді әдіс тәсілдері. 8 бен 11 сынып оқушыларына арналған барлығы 34 сағат, аптасына 1 сағат. Пәннің мақсаты мен міндеттері бұл бағдарлама оқушылардың тілдік дағдыларын дамытуға бағытталған. Соның ішінде оқылым, жазылым, тыңдалым, сөйлеу дағдыларын жетілдіру мақсатында түрлі мәтіндермен жұмыс жүргізудің тиімді әдіс тәсілдерін зерттеу. Пәннің негізгі мақсаты оқушылардың мәтінмен жұмыс жасау арқылы тілдік дағдыларын дамытып, олардың шығармашылық қабілеттерін арттыру. Бағдарламаның негізгі міндеттері ол оқушыларға мәтіндерді талдау және интерпретациялау дағдыларын үйрету, оқу және жазу дағдыларын жетілдіру. Тілдік негізгі құрамдас бөліктері лексика, грамматика, стиль, мағына, соның бәрін дұрыс қолдануды оқушыларға меңгерту. Мәтін арқылы ойлау, зерттеу және аргументтеу қабілеттерін дамыту. Берілген бағдарламаның өзектілігі. Қазіргі білім беру жүйесінде тілдік дағдыларды дамыту маңызды міндет болып табылады. Бұл бағдарлама оқушыларды мәтіндермен дұрыс жұмыс жасауға үйретіп, оларды ойлау қабілетін дамытуға көмектеседі. Әсіресе ақпараттық қоғамда мәтінмен жұмыс жасау өте маңызды. Өйткені мәтіндер арқылы білім алудың негізі қаланады. Бұл бағдарлама оқушылардың тілдік дағдыларын қалыптастыруға үлкен ықпал етеді. Бағдарламаның ғылымдылығы. Бағдарламаның ғылымдылығы оның жаңа білім беру парадигмасы, философиясына, әдіснамасына, психологиясына және педагогикалық ғылым мен практиканың соңғы жетістіктеріне сәйкестігімен айқындалады. Мәтінмен жұмыс жүргізу процесінде қолданатын әдіс тәсілдерді оқушылардың танымдық қабілеттерін дамытып, олардың ойлау, есте сақтау, аналитикалық және сыни тұрғыдан ойлау дағдыларын жетілдіреді. Бағдарлама педагогика мен ғылымдағы соңғы зерттеулерге негізделген. Біздің бағдарламаның бағыттылығы, бұл бағдарлама оқушыларда тек білім мен дағды қалыптастыруға ғана емес, олардың жеке тұлғасын дамытуға да бағытталған. Психофизиологиялық және әлеуметтік денсаулықты сақтау, мәтінмен жұмыс жасау оқушылардың зейінін, есте сақтау қабілетін, логикалық ойлауын дамыта отырып, психофизиологиялық денсаулығын жақсартады. Білім беру процесінде экономикалық, экологиялық, этнопедагогикалық, психологиялық бағыттылығын қамтамасыз ету. Бағдарлама оқу процесінде оқу материалдарын қызықты әрі өзекті етіп беріп, оқушылардың көзқарасын кеңейтуге бағытталады.
Назарларыңызға рахмет. Ары қарай менің әріптесім Узакова Майгүл Тоқтасынына жалғастырады. Тілдік дағдыларды дамытуда мәтінмен жұмыс жүргізудің тиімді әдіс тәсілдерінде күтілетін нәтиже. Бағдарламаның нәтижесі оқушылардың мәтінмен жұмыс жасау дағдыларын арттыру. Олар мәтінді дұрыс түсініп, талдай алады, автордың көзқарасын түсініп, өз пікірлерін білдіре алады. Сонымен қатар, оқушылардың коммуникативтік және шығармашылық дағдыларын дамиды. Бұл бағдарлама оқушыларға мәтіндерді талдауды және ойларын дәлелдеуге үйретеді. Сонымен қатар, олардың сыни ойлауын және шығармашылық қабілеттерін арттырады. Қорытындыға келсек, бұл бағдарлама оқушылардың тілдік дағдыларын дамытуға арналған тиімді әдіс тәсілдермен тұрады. Мәтінмен жұмыс жасау олардың аналитикалық, сыни және шығармашылық ойлау қабілеттерін дамытуға ықпал етеді. Бағдарлама әдіснамалық тұрғыдан ғылыми негізделген және оқушылардың жалпы дамуына маңызды роль атқарады. Назарларыңызға рахмет. Саламатсыздар ма? Мен Ахметханова Қания Қабилхановна, номер 144 мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі. Менің авторлық бағдарламам туған жерден ғарышқа дейін Қазақстанның мүмкіндіктері. 4-ші сынып оқушыларына арналған. Бағдарламаның мақсаты. Бағдарламаның мақсаты бұл авторлық бағдарлама оқушылардың қазақ тілін меңгеру деңгейін арттырумен қатар, олардың танымдық қызығушылығын дамытып, туған жерінің мәдениеті, табиғаты, экологиясы, ғылымы және болашағы туралы білімдерін кеңейтуге бағытталған. Бағдарлама оқушылардың тілдік дағдыларын жетілдіре отырып, олардың зерттеушілік қабілеттерін дамытуға, қоршаған ортаға деген жауапкершілігін қалыптастыруға және болашақ мамандықтар туралы ойлауға ықпал етеді. Бағдарламаның міндеттері: оқушылардың Қазақстан туралы білімдерін кеңейту, туған жеріне деген сүйіспеншіліктерін арттыру, қазақ тілінде сөздік қорын байыту, сөйлеу, жазу және тыңдау дағдыларын дамыту, ұлттық құндылықтарды дәріптеу және олардың күнделікті өмірде қолдану дағдыларын қалыптастыру, табиғат құбылыстары мен қоршаған ортаны қорғау мәселелерін талқылауға үйрету, түрлі мамандықтар туралы түсінік беру және олардың маңызын көрсету, ғарыш, білім және болашақ технологиялар туралы білімдерін кеңейту, шығармашылық ойлау, зерттеу және ақпаратпен жұмыс жасау дағдыларын жетілдіру. Бағдарламаның өзектілігі: қазіргі жаһандану дәуірінде жас ұрпақтың тек қана ана тілін меңгеру ғана емес, сонымен қатар қоршаған ортаны тану, экологиялық санасын қалыптасу, ғылым мен технологияларға қызығушылығы маңызды. Бұл бағдарлама оқушылардың жан-жақты дамуына бағытталған. Өйткені олардың тілдік дағдыларын дамытып қана қоймай, олардың табиғат, мәдениет, экология, ғылым және болашақ мүмкіндіктерін таныстырады. Бастауыш сынып оқушыларының дүниетанымын қалыптасу кезінде болғандықтан, оларға өз елі, өткені мен болашағы туралы терең мағлұмат беру өте маңызды. Бағдарламаның ғылыми әдістемелік деңгейі. Бағдарлама Қазақстан Республикасының білім беру стандарттарына негізделген және оқытудың заманауи әдістерін қолдануды көздейді. Оқыту барысында интерактивті әдістер, ойын технологиялары, жобалау әдісі, сын тұрғысынан ойлау және топтық жұмыс секілді әдістемелер пайдаланылады. Бағдарламаның ғылымилығы. Бағдарлама ғылыми тұрғыдан алғанда қазақ тілінің коммуникативтік бағыттағы орындалуын және пәнаралық байланыстарды қамтиды. Оқу материалдары тек тілдік біліммен шектелмей, география, экология, мәдениеттану, астрономия және болашақтану бағыттарымен үйлесімді байланыстар беріледі.
Қорытынды. Бұл авторлық бағдарлама оқушылардың қазақ тілін терең меңгеруіне, дүниетанымын кеңейтуіне және болашаққа деген саналы көзқарасын қалыптастыруға мүмкіндік береді. Бағдарлама аясында оқушылар өз ойларын еркін жеткізуге, қоршаған әлемді зерттеуге, шығармашылық және зерттеушілік дағдыларын дамытуға үйренеді. Осылайша туған жерден ғарышқа дейін Қазақстанның мүмкіндіктері бағдарламасы оқушыларға ұлттық құндылықтарды бойына сіңіріп, ғылым мен болашаққа ұмтылуына шабыт береді. Назарларыңызға рахмет. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Менің аты жөнім Белесбаева Сандуғаш Дәулетовна, Алматы қаласы Алмалы ауданы номер 144 мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі. Менің авторлық бағдарламамның тақырыбы қазақ халқының мәдени мұрасы және оны сақтау. Бағдарламаның басты мақсаттары 7 бөлімнен тұрады. 7 тараудан. Бірінші, мәдени мұраны терең түсіну және бағалау. Оқушылар қазақ халқының мәдени мұрасының барлық қырларын толық меңгеріп, оның ұлттық өмірдегі рөлі мен маңызын бағалайды. Екінші, ұлттық дәстүрлер мен әдет-ғұрыптарды сақтау қажеттілігін ұғыну. Ұлттық дәстүрлер мен әдет-ғұрыптардың мәнін түсініп, олардың сақталуының қоғам үшін қаншалықты өзекті екенін сезінеді. Үшінші, өнер мен музыкалық мұраға қызығушылықты арттыру. Қазақтың дәстүрлі өнері, музыкасы және ұлттық киімдерімен танысып, олардың мәдени құндылығын бағалайды. Төртінші, әдебиет пен фольклор арқылы ұлттық рухты дамыту. Қазақ әдебиетінің тарихы мен ерекшеліктерін меңгере отырып, ұлттық рухты нығайтады. Бесінші, қазақ тілінің мәдениеттегі орнын түсіндіру. Қазақ тілінің даму үрдістері, оның мәдени мұрадағы маңызы мен сақталуының қажеттілігін толық түсінеді. Алтыншы, тарихи ескерткіштерді зерттеу. Қазақ жерінде тарихи ескерткіштердің мәдени мұрадағы орнын және олардың сақталу маңызын аңғартады. Жетінші, мәдени мұраны сақтау және дамытуда белсенділік таныту. Өзінің ұлттық мұраны қорғау мен дамытудағы жауапкершілігін сезініп, оны келешек ұрпаққа аманат етуге дайын болады. Шығармашылық пен практикалық жұмыстар арқылы мұраны насихаттау, шығарманың тапсырмалары мен практикалық жұмыстар арқылы алған білімдерін тереңдетіп, ұлттық мұраны қоғамда насихаттауға үлес қосады. Бағдарламаның міндеттері. Мәдени мұра құрамдас бөлістерін таныстыру. Оқушыларға қазақ халқының мәдени мұрасының материалдық және рухани түрлерін түсіндіре отырып, әр элементтің маңызын жан-жақты ашу. Екінші, ұлттық дәстүрлер мен әдет-ғұрыптарды зерттеу. Ұлттық дәстүрлер мен әдет-ғұрыптардың қоғамдағы рөлі мен мәнін түсіндіріп, оқушыларды ұлттық құндылықтарды құрметтеуге тәрбиелеу. Үшінші, өнер мен музыканы зерттеу. Қазақтың ұлттық өнері, музыкалық аспаптары мен ән күйлерінің мәдениеттегі орнын ашып, ұлттық музыканы бағалауға үйрету. Қазақ тілінің мәдени мұрадағы орнын түсіндіру, қазақ тілінің тарихы дамуы және мәдени мұрадағы маңызын зерттеп, тілдің тазалығы мен сақталуына қатысты білім беру. Қолөнер мен ұлттық киімдерді таныстыру. Қазақтың қолөнері мен ұлттық киімдерінің тарихы мен мәнін ашып, қазіргі кезеңдегі олардың құндылығын көрсету. Оқудағы күнделікті нәтижелер. Бұл бағдарлама аясында оқушылар қазақ халқының мәдени мұрасы туралы білімдерін тереңдетіп, ұлттық құндылықтарды қорғауға және бағалауға үйренеді. Сабақ барысында оқушылар келесі нәтижелерге қол жеткізуі тиіс. Қазақ халқының мәдени мұрасы туралы түсінік қалыптасады. Оқушылар қазақ мәдени мұрасының мәні, құрамдас бөліктері мен оның маңызын толық түсінеді. Мәдени мұраның материалдық және рухани түрлері туралы толық ақпарат алады. Қазақ халқының дәстүрлері мен әдет-ғұрыптарына деген құрмет артады. Оқушылар қазақтың дәстүрлері мен әдет-ғұрыптарының ерекшеліктерін үйренеді. Салт-сананы сақтаудың қоғам үшін маңызды екенін аңғартады. Қазақ халқының ұлттық өнері мен музыкалық мұрасына деген қызығушылығын артады. Оқушылар қазақтың дәстүрлі музыкалық аспаптары мен ән күйлерін зерттеп, олардың мәдениеттегі рөлі мен маңызын түсінеді. Ұлттық өнердің әртүрлі салаларымен қолөнер, киім, музыка тереңірек танысады. Ұлттық киімдер мен қолөнер туралы түсінік қалыптасады.
Бағдарламаның өзектілігі, маңыздылығы және оның қажеттілігі қазіргі уақытта Қазақстан тәуелсіздігін жариялап өзіндік мәдениетін жаңғырту кезеңінде ұлттық мұраларын сақтау мен оның болашақ ұрпаққа жеткізу мәселесі өзекті болып отыр. Қазақ халқының мәдени мұрасы, тарихи ескерткіштер, тіл, дәстүрлер мен әдет-ғұрыптар, музыка, қолөнер және әдебиет ұрпақтан ұрпаққа мұра болып қалатын асыл қазына болып табылады. Сондықтан да осы мұраны сақтау және оны қазіргі замандағы жастар арасында насихаттау аса маңызды. Назарларыңызға рахмет. У меня... Здравствуйте всем. Я английского языка. В данный момент работаю в районе Алмаминский, школа, гимназия, 144-я. Моя авторская программа называется Spoken English, то есть разговорный английский. Почему я эту выбрала? Потому что у обучающихся всегда есть языковая барьера, поэтому они не хотят быть активными, и выбрала эту тему. Развитие устной речи часто является одной из ключевых задач в процессе обучения иностранного языка, в частности английский. В современных условиях особенно актуальным становится использование различных методик, направленных на активизацию устной речи обучающихся, среди которых особое место занимает авторская программа Spoken English. Основная задача этого развития. Основная задача развития способности выражать мысли на английском языке в различных ситуациях, повышение уверенности в общении и снижение страха перед ошибками, обучение учащихся использованию разнообразных лексических единиц в речи, работа над фонетической правильности и интонацией, развитие навыков общения через ролевые игры, дискуссии и моделирование педагогов. Обучение построения связок, логичных и содержательных высказываний на английском языке. Цель курса Spoken English направлена на развитие. Цель курса Spoken English направлена на развитие спонтанного говорения, уверенности и беговой речи, что делает ее востребованной образовательной среде. Научно-методический уровень программы Spoken English разработана на основе современных методик преподавания английского языка, опираясь на принципы коммуникативного подхода и интерактивного обучения. В ее основу положены исследования в области лингвистики, педагогики и психологии, что обеспечивает ее эффективность и соответствие международным образовательным стандартам. Учебные материалы включают задания, направленные на развитие всех аспектов устной речи, произношения, интонации, беглости и понимания на слух. Программа интегрирует цифровые технологии и современные образовательные платформы, обеспечивая высокий уровень вовлеченности учащихся и практические применения знаний в реальных ситуациях. Новизна. Авторская программа Spoken English основана на методе полного языкового погружения, при котором учащийся обучается исключительно на английском языке, даже на начальном этапе обучения. Такой подход способствует развитию интуитивного восприятия языка, устранению языкового барьера и формированию уверенности в устной речи. Программа Spoken English основана на инновационных педагогических подходах, ориентированных на развитие спонтанной устной речи. В отличие от традиционных методов обучения, программа использует интерактивные технологии, игровые методики и полное языковое погружение, создавая условия для естественного освоенного английского языка.
Программа учитывает психологические аспекты обучения, помогая преодолеть страх перед ошибками и языковым барьером. Развитие уверенности в устной речи достигает через метод постепенного усложнения задач, заданий, позитивнее подготовления комфортной обучающей среды. Ожидаемый результат улучшает способность свободно выражать мысли на английском языке, формулируя высказывания без длительных пауз и затруднений. Учащиеся расширяют свой активный словарный запас, что позволяет точнее и выразительнее формулировать мысли. Учащиеся совершенствуют навыки восприятия английского речи, что помогает уверенно понимать носителя языка в различных ситуациях. Учащихся преодолевать языковой барьер, приобретая уверенность в разговоре и снижая страх допустить ошибку. Учащиеся осваивают технику ведения диалога и участвуют в дискуссиях, учатся задавать вопросы, аргументировать свою точку зрения и поддерживать разговор. Учащиеся улучшают произношение, интонацию и ритм речи, что делает их устную речь более естественной и понятной. Учащиеся применяют английский язык в реальных жизненных ситуациях, включая путешествия, учебу и профессиональное обучение. Спасибо за внимание. I think it was so clear. I will try my best. Thank you. Have a nice day.